Не істеп жатсыңдар? Мама енді тоқылат кірмейсіз ба? Біз не істеп жатқанымызды қайдан білесіз? Ойбай, енді өз үйінде жүрейін енді сендерден рұқсат сұрап тоқылдатып. Бәсені әпкелін 12-ге дейін ұйықтайды деймін. Төсектерін жұп-жұмсақ қой сендердің. Мә, тұзын аямай салыпсың ғой? Жоқ, мен дұрыстап салғам. Осы бір тегі. Үй жинамасаң жинама, тамақты қатап дұрыстап істесең болады ғой. Осы сен мамаң неге маған тисе береді? Ол жаман болсын деп айтпайды ғой, біз жақсы көргендіктен тиіседі ғой. Келін нешеде тұру керек? Келін ләжі болса алтта тұру керек. Біздің дәрет суымызды дайындап, шай тамағымызды беру керек. Ал онда тұрса ше? Онда қандай адам жатады? 10-ға дейін. Онда өлген адам жатады 10-ға дейін. Балам, Енді осы баланы да жылап, қачап балаға дұрыстап қарасаңдар қайтеді? қашанға дейін бірге тұрамыз? Пожалуйста, бөлек шығайықшы. Все, қазір айтам мамаға бөлек шығамыз деп. Мама, біз сізге бір маңызды нәрсе айту керекпіз. Я балам, не айтайын деп едің? Не болды, мама? Кезінде сен туам деп балам эпидуралка салдырып, сол әлгіге дейін мен мазамды алады ғой. Оның үстіне сені 40 градус аязда көшеде мектепке апарам деп тайғанақтап, құлап, аяғым шығармаған молда масалап жүр балам. Көрмегенді көрдім ғой балам, бірақ Құдайға шүкір сендер барсыңдар ғой, менімен бірге тұрып атқан. Я балам, айта бер, не дейін деп едің? Жай мама, киноңызды көре беріңіз. Жақсы балам, аға. Шай қоя сал деші. Шай түсте бар. Қалайсың, көп күт қалдың ба? Үстіңе не киіп алғансың? Мен әже стройкада істеймін ғой. О, мен перерывқа шыққанда тез танысайық, иә? Мә, сенде влажный салфетка бар ма? Бар ғой, қазір. Мынау мұнда жатыр екен ғой. Жоқ. Строитель болсам осы енді. Емес, үлкен бірдеңе жатыр. В общем, салфеткадан басқасын бәрі бар. Айтпақшы, мен саған сыйлығым бар. Қандай, айфон ба? Ойбай, одан да күшті. Мен саған астына монтаж клейін сыйлаймын. Керемет клей. ПВХ панель, лувер, плинтус, керамогранит, бамбук панель. Барлығын жабыстыра береді. Шеге керек емес. Астына мощный захват дейді. Екеуміздің махаббатымыз осы астынатпен жабысқан сияқты ешқашан ажырамасын. Мә. Жан қарным ашып кетті. Жоқ, сен аш болсаң өзіңе ұқсамайсың. Шыдай алмайтын сияқтымын. Үйде еш ештеңе жоқ. Тәтті бірдеңе жегім келіп тұр. Мен қазір алып келемін, күт. Ахметжан, өте дәмді. Бір өлімнен аман қалдым ғой. А еще біздің Айжан 35 деген промокодпен алғашқы заказға 35% жеңілдік және 3 доставка тегін. Мама, танысып қой, бұл менің қызым. Мынау қаланың ақсоста қыз сияқты ғой. Мынау ертең жұмыс істей ала ма? Жоқ, мен барлығын істей аламын. Көрейік, ауылда жұмыс жетеді. Кірігі талап деймін. Кет бар! Маған сен сияқты қолынан түк те келмейтін кейін керек емес. Ертең үйге қонақтар келсе, дастарханды қалай жаясың ол? Ой, мына қыз молодец екен, маған сразу ұнаған. Айттың ғой мама, күшті қыз деп. Бақытты болыңдар. Мә, ренжімеш, өзім сүртіп аламын, иә? Ештеңе етпейді, мырзам. Өзім жинай салам, жай ғана зат қой. Айтпашы, мен зарплатам түсті. Жоқ, отағасы, ақшаны сіз ұстаңыз. Ер адам ұстаған ақшада береке болады дейді ғой. Айтпақшы, бүгін мен достарым компьютерға шақырды. Мен бірақ айттым, бармайын деп, не істеймін деп. Үй жоқ, барып демалсаңызшы. Онсыз да күнде үйдесіз. Таңнан кешке дейін біз үшін еңбектеніп жүрсіз ғой. Барыңыз. Әй, мен кеттім, сен точно ренжімейсің бе? Жоқ, ренжімеймін. Мен арғай баняға баруым да мүмкін. Дұрыс, барыңыз. Түнде жай келуім да мүмкін. Дұрыс қой, енді бір демалған соң. Достарыңызға сәлем айтыңыз. Осындай әйел кімде бар айтшы? Рахмет саған. Нем бар еді, машинасын айдап. Бәсе. Сәлем. Әй, қыз, денеңді тік ұстасаңшы. Қай жерде жұмыс істейді екен сұра? Сен қай жерде жұмыс істейсің? Жылсап, бірінші атын сұрасың да? То есть сен атың кім? Есім Арман болады, бизнеспен айналысам. Жүрме сен қазір күшті жерге апарамын.
Давай бүгін екеуміз арт свидание ұйымдастырамыз. Бір-біріміздің суретімізді салайық. Давай. Не деген романтик жігіт. Неге мен солай жерге апармайсың? Суретім дайын болды, енді кішкене онша емес шықты. Вау, қандай күшті. Қандай өнерлі жігіт, а? Ал сенікі қалай шықты? Менікі де дайын болды. Күшті, әдемі, өз... Қызым, мені кішкене дұрыстап салмайсың ба енді? Бірде екенің жоқ қой сенің. Қызым, қалың малым 5 миллион деп айт. Айтпақшы, менің қалың малым 5 миллион теңге. Төлей аласың ба? 5 миллион? Төлей алам. Шүкір бизнесімнен жақсы ақша түседі. Бұл деген идеальный жігіт қой. Все, скоро той болады онда. Той өзі. Пожалуйста, кезек сөйлеңдерші, миымды ашытып жібердіңдер ғой. Не болды бір-бірлеріңе жағаласып? Сен бар ғой кішкене біртүрлі қыз екенсің. Не дейді? Не ғой, мен қайтайын, иә? Потом жазам саған. Нағыз биыл тұрмысқа шықпайды. Қайсы бұны? Өзіміз отырып бір арт свидание істемедік па? Счетты 50-ден төлейміз, иә? В смысле 50-50? Қазір барлығын есептеймін. Цезарь запеченный темпора. Сен маған қарағанда көп жедің. Сен көбірек төлеу керексің. Қайдағын айтпа. Қара, сенің жағын менікіне қарағанда 5 сантиметр көбірек желінген. Сен көбірек төлеу керексің. Күте тұр. Аш аузыңды. Сенің аузың маған қарағанда 2 сантиметрға үлкен екен. Сен көбірек жедің. Жоқ. Міне қара. Сен маған қарағанда 15,25%-ға көбірек тамақ ішкенсің. Сен көбірек төлейсің, ұқтың ба? Өтірік. Мен осылай боларын біліп, әдейі видео қырықшамдадым. Бізді бағаннан бері түсіріп тұр. Сен маған қарағанда әлде көп жедің. Ей, мен ақшам жоқ. 50-ден төлей салшы, потом берем ақшаңды. Мен Қайрат Нұртасты шақырдым, әле. Звондап жатыр. Сәлем айта сал. Иә, қазір видеоны қосам. Міне Айжан. Мама, қалайсыз? Мен сол ұлыңызға тамақ істеп жатырмын. Ой, қолым босамай генеральный уборка жасап жатырмын. Мен істедім ғой вообще-то. Таңғы 6-та тұрып қысқа банкі жауып жатырмын. Банка? Жаз енді басталды ғой. Ой, үйде тірлік бітпейді. Қолмен кір жудым. Мама, жарайды, мен ұлыңыздың сүйікті 5 бармағын жасайын. Сау болыңыз. 5 бармақ? Жақсы мама, сау болыңыздар. Мә, сен капец пысық. Ей, қарны аш кетті, тамақ заказ бересіз? Мә, қуысың, е? Мен 40 жастағы баланың мамасымын. Бүгін балам бірінші рет свиданияға барады. Саламатсыздар ма? Ал, қызым, қош келдің. Амандастықшы. Сәлеметсіз бе? Төрет. Таныс қой, бұл менің ұлым. Өте жақсы жігіт. Сен мамаң айтқам қызыңмен таныстыршы деп. Жақсы, мен онда кетейін. Мама, мен мультигі басталуға айтпайсың ба? Жулик! Ой, жулик, мама! Міне жулик! Таптым, болтым! Көрдің ба қандай ақылды? Ботақаным менің, пусянайым менің, елігім менің, сыночек мой, ангелочек мой, ботақаным, қошақаным, масяным. Жаным. Қара, мен осылай ойыншығым бар. Мама, мен железный человекпін! Кейін сендердің балаларыңа да алып берем. Саған да ойыншық керек болса, олардың инстаграмдарына өт. Жаным, ал балам, сендерді оңаша қалдырайын. Жүр, Roblox ойнайық. Ей, сен 40-тағы мужик емессің бе? Неге әлі ойын ойнап жүрсің? Есейсеңші кішкене. Болды, жылама. Жылама. Иба, не болды? Мына тәте маған ұрысты. Жоқ, тиіспедім. Әй қыз, неге тиісесің менің балама? Қазірден бастап сөйтсең ертең бөлек шығамыз дейсің, шығарсың может. Бар, кет бар. Ненормальная. Мама, папа, танысып қойыңыздар, бұл сіздердің болашақ күйеу балаларыңыз. Сәлеметсіздер ме? Мынау бізге алында ұнамайды деген жігіт пе? Мен телефоным қайда? Мынау мен машинем кілт екен ғой. Мынау сенің машинең ба? Телефоным қайда? Менің қызыл дипломым да қалтамда жүр екен ғой. Бірақ диплом ба не? Дипломдарым деп айтқым келіп еді. Телефон қайда? Өзі ақшаң көп болса да жаман, қалтаңа сыймай жүреді. Сен бала өзі немен айналысасың? Мен қарапайым ауылдың баласымын. Ауылда 500 бас жылқы, 400 қой, 250 сиырым бар.
фазендан бар. Енді шүкір енді болады енді. Бай, шірген бай. Міне екен ғой менің 17 Pro Max'ым. Еще сіздерге шағын сыйлығым бар. Енді қалада ет қымбат қой. Молодец! Идеальный жігіт тауыпсың. Маған сұрасыңдар. Батамды бердім, бақытты болыңдар. Айттым ғой атынан алмаймын деп. О, мен сериалым басталды. Ой. Мен қайдамын? Ей, сен кімсің? Тыңшысың ба? Білмеймін, мен жаңа ғана сериал көріп отқам. Мынаның басын алыңдар. Сұлтан Сулейман хазіретлері келе жатыр. Ол жерде не болып жатыр? Сулейман. Мынау менің тактикаммен Сулейманның басын айналдырып жатыр ма? Мен әлі осындамын ба? Ояндың ба? Сен маған ұнадың. Осында қала бер. Құтты болсын, сен Сұлтан Сулейманға ұнадың. Оңбаған. Мен сенің не істегің келіп жүргенді білмейді деп ойлайсың ба? Менің орнымды баса алмайсың. Мен саған әлі көрсетем. Сүмбүл ака, бері кел. Иә, Хюрем Сұлтан. Мынауды ана қызың суына қосып бер. Көп болады. Шөлдеп қалған боларсыз, су ішіп алыңыз. Ой, әукеші, шөлдеп кеттім ғой. Не істеп жатсың? Тағы да улайын деп жатсыңдар ма? Бұл мен емес, бұл Хюрем қой деп айтты, маған менің қатысым жоқ. Хюрем, сенің ұятың бар ма? Осымен нешінші қызды улап тастадың? Бұл қызға тиіспеңдер. Ол менің 99-шы әйелім болады. 99-шы? Оңбаған, әлі мен саған көрсетем. Хюрем, орныңды біл, теперь не рабыня перед тобой. Сұлтан Сулейман, рахмет. Егер саған да қызық болса, комментарийға плюс қалдыр. Мә енді осы хан сарайда патшайым болам ба? Ал енді оян. Тұр. Тұрсаш, немен ұйықтап қалғасың ба? Тұр дейме саған. Ей, тұрсаш деймін. Құтап қалғасың ба? Сулейман қайда? Кім ол Сулейман деген? Түсінбәне. Саған сериалды азырақ көру бар ғой. Блогер қызбен бірінші рет свиданияға барып тұрмын бар ғой. Жақсы, онда мен кеттім. Гүлімді сториске салдым екен. Достар, мен жаңа ғана өмірімдегі ең ужасный свиданиядан келдім. Маған берген гүлінің түрін қараңыздаршы. Менің бір күндік макияжым надан қымбат қой. Еще ресторанды ешқайда апарған жоқ, просто далада жаяу жүрдік. Мен 10,000 теңгеге алдым ғой. Қыздар, мінеки оның түрін жаттап алыңдар. Şu түрімді де салып саған ба? Мына жігітпен свиданияға барушы болмаңдар. Әбден мен ерім атиды. Сол свидания маған травма қалдырды. Подкаст қашан үлгерген? Қазір мен психологқа барып жүрмін. Танымал блогермен свиданияға барамын деп басы дауға қалған мына жігіт Қазақстаннан қуылайын деп жатыр. Болды осыдан кейін блогерлермен свидания бармайын. Сәлем. Бастаймыз ба? Бастайық. Зарплатаң қанша? 300 000 теңге таксовать етем. Жаман емес. Сен бұрын күйеуге шықпағансың ба? Жоқ, уайымдама, бұрын тұрмысқа шықпаған. Мен де үйленбегем. Қанша кредитің бар? Бір 150 000 теңге кредитім бар, микрозаймда. 150 000 теңге? Өзің 300 000 алсаң, 150 000 кредитқа кетсе, квартираны қалай төлейміз ертең? Жоқ, уайымдама. Менің әке-шешем үйі бар, қалған сыртта сол жерде тұра береміз. Все. Денсаулығың қалай? Артрит, артроз, варикоз, остеохондроз дегендер жоқ па? Уайымдама, барлығы орында. Ал сенде ше? Енді мен жасым келді ғой енді. Кейде сай-сүйегім сырқырап, бір денсаулығым сәл нашарлап кететін кездер болады енді. Уайымдама, денсаулығыңды жақсартып ал. Тағы бір сұрақ, тойды қалай жасаймыз? Тойға артық ақша құртып не істейміз? Одан да ол ақшаға үй алайық та? Мен де солай ойлаймын ғой. Одан кейін Алакөлге барып демалайық лучше. Дұрыс, толықтай келісем. Все, маған барлығы ұнап тұр. Онда шайымызды ішіп ап, ЗАГСқа кеттік па? Ехала.